Всем привет, достар! Бүгін біз кетірейді өзіме екінші часть. Мен әлі боянуды жалғастырып жатырмын. Және де мен осындай ақ түсті карандашымды, если көрмеген болсаңыздар, профиліме өтіп қараңыздар. Мен өзімнің косметичкама обзор жасаған кезінде осындай ақ түсті карандаш болған болатын. Осы карандашты қазір осы жерімізге бүйтіп сызып аламыз. Міне. Вот, достар. Осылайына сызып алдық. Енді бізде достар, мен ақ карандаштарды осындай ақ карандашты осы жерлерге жақып алдым. Растушевка қолмен осы сызықпен. Вот, достар. Енді бізде керлер. Қазір мен сіздерге кірпігімнің өзгерісін көрсететін боламын. Мынау до и после болады. Вот. Вай. Енді тоже профилімдегі видеоға кіріп көрсеңіздер, осы кисточкаға да обзор жасағанмын. Четко осымен кірпігімізді дұрыстап тарап алайық. Туштан бұрын. Вот, достар, тарап алдық. Енді бізде кабареттің тушы уже бояулары өшіп кеткен. Но бізге бәрібір. Достар, мен бүгін лампасы түсіріп жатырмын, чтобы лампа төпеге көтеріп жатмама. Ойбай! Что это? Достар, жағып қалды. Ухачискамен закреплять ет қояйық. Ай, достар, анау. Енді осылайынан қалып қалады ма? Технология. Бүгін бізде сабақта өте көп сабақ болады. Сол үшін де стойкий макияж жасау керек маған. Барынша стойкий. Вот, достар, результат. Артқан фонға мән бермейміз, достар. Барынша мән бермей қойыңыздаршы. Гель бровиді қайтадан жағып жатырмын, чтобы манағыны өшіріп тастадым. Формасы жаман кетті. Енді әдемірек. Ернімізге көшейік тезді жасау керек. Достар, мен осы карандашты алғанмын болдым бүгін. Вот осылай растушевка сызып алдым. Енді үстіңгі бөлігін ішін бояп шығамыз. Тен жағамыз. Енді осы карандашпен контурын тез сызамын. Бітті.